Сыбайлас жемқорлық деген жоламаған дұрыс қой негізі. Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ. Ассалаумағалейкум аға. Біз Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына келіп тұрмыз. Сыбайлас жемқорлық тақырыбына байланысты сізден бір-екі сұрақ алсақ па деген ниеттеміз. Бұл жауап береміз. Енді сыбайлас жемқорлық деген енді мынау өзіміздің Қазақстанымызды жайлап тұрған бір дерт қой. Енді осы қазіргі жаңа Қазақстан деп барлығы әйтеуір осы президентімізде Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әйтеуір осы сыбайлас жемқорлыққа байланысты көп жұмыстар жасап жатыр. Әрине, ол сыбайлас жемқорлықтың жалпы тамырына балта шапқан өте жақсы деп есептеймін. Бір жағынан талай нәрсе өзгеретін шығар деп ойлаймын. Мысалы, қазіргі тендер мәселесі болсын, басқа мәселелер білесіңдер ғой, жастар өздерін жақсы білесіңдер. Сол мәселелердің барлығын қазір ашық түрде жүргізіп жатыр. Ол демек сапаға жұмыс жасап жатыр деген сөз. Бір мәселе сол бұрында кімнің жаңағы бастықтары кім жоғары, сол жаңағы тендерді ұтып алатын баяғыда. Осы сыбайлас жемқорлық деген жоламаған дұрыс қой негізі. Ассалаумағалейкум аға. Ассалаумағалейкум. Сіздің ойынша сыбайлас жемқорлықта қандай шаралар тиімді? Негізі шаралар көп қой. Жаңағы бірін сатып жіберу, жаңағы біреу алып атса, жаңағы подстава жасау деген сияқты. Бірақ ең дұрысы, меніңше, адамды ертерек кішкене оның санасына қозғау салып, санасына бұл жемқорлық деген нәрсенің өте дұрыс емес екендігін 2 hours later. Адами тұрғыда іштей соны сезініп, егерде мүмкіндік болып тұрған кезде саналы түрде содан бас тарта білу керек. Мына нәпсі деген нәрсе бар, соған кішкене тыю керек деген сияқты. Сол жағынан адамға бір рухани тұрғыда, сана тұрғысында бір үлкен бір өзгеріс болу керек. Сол жаққа қарай, жақсы жаққа қарай адам өзі өзгеру керекті іштей. Ең жақсы дұрыс нәрсе мен сол деп негізі есептеймін. Болды? Иә. Как вы считаете, какие меры могут быть наиболее эффективны в борьбе с коррупцией? Единственная мера действенная была бы ужесточение наказания за коррупцию. А не так, что у нас отделаются штрафами, воруют миллиарды, а отделаются миллионными штрафами. В общем, ужесточить наказание. Вплоть до... зависит от тяжести преступления, как говорится. Просто жестче подходить к этому. Это в первую очередь действенное. Ну и во-вторых, это, конечно, зависит от социальных условий вообще населения всего. То есть улучшить общественное положение всех нас. Ну и, как говорится, больше всего, конечно, не знаю, получается, вот мы кого-то коррупционера сажаем, да, из власти, из недр власти, а на его место приходит новый человек, и через 2 месяца оказывается он коррупционер. Это надо изменить сознание населения просто. Спасибо большое. Пожалуйста. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Сізге сұрақ қойсам деп едім. Сыбайлас жемқорлық дегенді қалай түсінесіз? Сыбайлас жемқорлық деген екі адам өзара келісетін дүние, ақшаға болмаса бір нәрсе үшін, әйтеуір біреуді өткізіп жүру бір жаққа, біреуді жұмысқа тұрғызу деген сияқты. Мен солай түсінемін енді. Ол және де өте жаман нәрсе. Оның әр нәрсенің сұрауы бар. Екінші сұраққа көшетін болсақ, сыбайлас жемқорлықтың салдары қандай деп ойлайсыз? Сыбайлас жемқорлықтың салдары өте
жаман. Мысалы оқуға түсу кезінде ондайдың талайын көрдік. Шыны керек, арасында болды. Көргеннен кейін енді мысалы грантқа түсу керек болса, біреу тізім алып кеп береді деген сияқты. Болмаса бір министрдің ұлы, бір министрдің қызы, оның білімі болмаса да, соны алыңыз, сөйтіңіз, бүйтіңіз деген сияқты. Сондай салдар болып жатады. Өкінішке қарай жас дарынды жігіт қыздарды ала алмай, олар ақылы оқуға түсіп, грантқа ала алмай қалған сәттер баяғыда болған. Қазір ондай жоқ. Қазір бар деп айта алмаймын енді бізде. Бірақ та кезінде болған ондай дүние. Ол енді тек қана бізде ғана емес, ол басқа жақта да болған дүние. Өкінішке қарай ол жастарға біз балта шабамыз болашақтарына. Білмеймін, енді Қазақстанның болашағы осымен қатты күресу керек деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда көбісі шетелге кетіп қалып жатқандардың себебі де осы үшін. Өйткені шаршайды, айтады, шырылдайды, бір нені қалай айтсам, әділеттілікті күтеді барлығынан, қолдауды күтеді жастар. Үлкендерге қарап бой түзеу керек, ой түзеу керек деп ойлаймын. Сол үшін біз орта буындағылар, бізден де үлкендегілер дұрыс жол бағыттап білуіміз керекпіз, тәрбие беріп үйренуіміз керекпіз. Сіз өзіңіз кездесіп көрдіңіз бе сондай жағдаймен? Ондай жағдаймен кездескенбіз. Әрине, ондай болды. Мен көптеген байқауларда жюри болып отырамын. Келеді, жан жақтан анау келеді, мынау келеді, анау ананың қызы еді, мынау мынаның баласы еді деген сияқты. Бірақ та мен өз басым ондай нәрсені ұнатпайтын адаммын. Әр нәрседе әуелі адамгершілік болу керек, одан кейін адал болу керек деп ойлаймын. Өйткені әр нәрсені сұрау бар. Ол ертеңгі күні алдыңнан келетін дүние. Сол үшін біздің төбемізден қарап тұрған бір Құдай бар, Алла бар. Одан кейін өзіңнің арың бар. Әр адамда совесть дейді ғой, арың таза болса, сен ұйқың да тыныш болады. Мен ойлаймын, енді бұл қағиданы көбісі ұстану керек. Болашағымызға, жастарға, жас буынға балта шаппауымыз керекпіз. Өйткені ол біздің болашағымыз. Жақсы, рахмет сізге. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сіздің есіміңіз кім? Есімім Балжан. Сіз қай универде оқып жатырсыз? Және де қай мамандықта оқып жатырсыз? Нешінші курста? Мен Қазақ ұлттық қыздар университетінде бірінші курста оқимын, музыка мамандығында. Өте жақсы. Сіздің ойыңызша сыбайлас жемқорлық дегеніміз не? Менің ойымша сыбайлас жемқорлық дегеніміз ол қоғамға өте кері әсер әкелетін жаңағы заңға қайшы әрекеттер. Жақсы, рахмет. Ассалаумағалейкум ағай, сіздің ойыңызша сыбайлас жемқорлық деген не? Сыбайлас жемқорлық деген өзара ымыраласып, белгілі бір жерде қызмет істеп, жұмыс істеп жүрген, мемлекеттік органда істеп жүрген адамдардың бір-бірімен ымыраласа отырып, қаражат болсын, белгілі бір нәрсені жымқырып, өзінің пайдасына шешуді, соны жаңа сыбайлас жемқорлық дейді. Өйткені бір-біріне қол ұшымен жалғасып отырып, жаңа дүниені ұрлау деп айтылуға болады, былайша айтқанда. Сондай дүниені сыбайлас жемқорлық дейді. Сіз өзіңіз сыбайлас жемқорлық фактісімен кездесіп көрдіңіз бе? Мен өзім кездесіп көрген жоқпын, бірақ енді естіп жатырмыз ғой, талай жоғарыда істеп жатқан, шенеунік қызмет атқарып жатқандар сыбайлас жемқорлықпен жаңағыдай құрықталып жатқанын естіп жатырмын. Бұл енді қоғамның дерті ғой. Бұл сыбайлас жемқорлық деген бұл ұлттың мүддесіне, мемлекетке тіпті түбіне жететін, мемлекетті құрдымға кетіретін дүние деп. Бұл талай мемлекеттер, шетелдегі мемлекеттер бұл сыбайлас жемқорлықты кезінде арнайы күрес жүргізіп түп тамырымен құртқан. Егер бұл сыбайлас жемқорлықты түп тамырымен құртпайтын болса, бұл мемлекеттің болашақта дамуына үлкен нұқсан келтіретін нәрсе бұл. Жақсы, рахмет ағай. Болды ма? Сәлем. Саған қоятын бірнеше сұрақтарым бар. Оның бірі, сен сыбайлас жемқорлық дегенді қалай түсінесің? Сыбайлас жемқорлық деген ол менің түсінуімше екі адамның сыбайласа немесе екі немесе топ мүшелерінің сыбайласа отырып жасаған әрекеттері. Жақсы, рахмет. Ал егер де сен осындай сыбайлас жемқорлық біреуге пара беріп деген сияқты жағдайлармен кездесіп көріп пе едің? Мен өзім
пара беріп көрмеген. Күлмесең. Айта берме. Мен өзім жалпы пара беріп көрмегем, но бірақ сондай пара берген адамдарды кездестіргем. Мысалға біз бір киноға кіріп кеткенбіз, бір кино показға, закрытый показ. Соған бізде билет болған жоқ, но біз бірақ кассирге ақша беріп кіріп кеттік. Но бірақ мен емес. Жақсы, рахмет. Ал егер де осындай жағдайлармен сен кездесіп жатсың ғой, сен осындай жағдайларды алдын алуға тырысар ма едің, бір жерге хабарласар ма едің? Негізі хабарласатын номерлерді білем, 3424 номеріне. Ал бірақ именно сол кезде жоқ, хабарласым келген жоқ. Жақсы, рахмет. Ал неге, мысалы, сен сыбайлас жемқорлықты тоқтатқың келе ма? Және қандай жағдайлармен тоқтатқың келеді, мысалдар? Сыбайлас жемқорлықты тоқтату, тоқтатқым келеді ғой, әрине. Бірақ оны билік өзі сол сыбайлас жемқорлықпен айналысып жатқан кезде халықты айналысып жатады. Егер де сол жақтан бастамасақ, ары қарай да не болмайды ау деп ойлаймын. Ары қарай да жүре береді. Жемісі болмайды, олар бастамаса. Ну, енді әр адам өзінен бастау керек қой негізінде. Рахмет. Сол, болды ма сіздерде? Сәлем, мен саған бірнеше сұрақтар қоя өтсем. Мысалы, сыбайлас жемқорлық Қазақстанда өте үлкен мәселе. Сол сыбайлас жемқорлық туралы не ойлайсың, қандай ойларың бар, қандай іс-шараларың қолданар едің? Сыбайлас жемқорлық деген Қазақстанда қазір өте үлкен белең алып тұрған үлкен мәселелердің бірі. Осы именно сыбайлас жемқорлық үшін Қазақстан алға жылжымай жатқанына осы үлкен себебі осы. Енді менің ойымша осы сыбайлас жемқорлықты түбімен жойылмайды бұл. Шамасы келгенше төмен дәрежеге түсірудің амалы ол билікті орнынан полностью ауыстыру деп ойлаймын. Және жаңадан заңдар орнатылып, сол заңдардың орындалуын қадағалау және тексерістер орнату, сондай саясат жүргізу керек. Рахмет. Ал сен өзің басыңнан сондай оқиғалар болып па еді сыбайлас жемқорлыққа қарсы? Оқиғалар өзім менде болған жоқ ол. Өзім басымда ондай оқиғалар өтпепті. Өйткені мен машина айдамаймын, жұмысқа кірмегем әлі. Сондықтан ондай оқуға да өз күшіме түскем. Пока ондай оқиғалар басымда болмаған. Бірақ енді айналамдағы адамдарда болған оқиғаларды естіп жатырмын. Енді оның кішісі, ең кішірегі жол ережесін бұзу кезіндегі жол полицияларына ақша беріп, өзінің мәселелерін оңай шешіп кету деген сияқты. Жақсы, рахмет. Ал осындай жағдайларды сен өз басын қалай тоқтатар едің? Егер де саған осындай бір заңды жүзеге асыр деген бір абырой, атақ берсе? Егер мен билік басындағы бір осы проблеманы шеше алатындай бір маған атақ берілсе, мен сол бағана айтып кеткендей биліктердегі шенеуніктерге қатаң тексеріс жүргізіп, оларды орындарынан, жұмыстарынан босатып, халыққа жариялап, халыққа көрсетіп, міне осындай жаман іс-әрекетпен айналысты деген сияқты халыққа көрсетіп, оның орнына халықтың көмегімен жұмысына адал бір адамды алып, солай барлық адамды ауыстырып, соны түзеуге болады деп ойлаймын. Рахмет. Ал сен қандай, сондай жағдайлар болады ғой, қандай жерлерге хабарласу керек екенін білесің бе? Білем. Қандай? 14-24. Рахмет. Сол, бітті. Сәлеметсіз бе? Мен сізден сұхбат алайын деп едім. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Саламатсыз ба? Мен есімім Бақытгүл Валиевна. Мен Қазақ ұлттық қыздар университетінің музыка кафедрасының ұстазымын. Негізі мамандығым өзімнің оперный әншімін. Жақсы. Сіздің ойыңызша сыбайлас жемқорлық жалпы нені білдіреді? Сыбайлас жемқорлық дегеніміз не? Сыбайлас жемқорлық дегеніміз, енді ол біріншіден бұл сөзді естіген кезде барлығымыздың ойымызға пара алу түседі, пара алу мемлекеттің мүддесіне қол сұғу деп ойлаймын, өзімнің жеке басым ойым.
және де осы сыбайлас жемқорлық болған жерде мемлекетіміз де ұлтымыз да дамымайды деп ойлаймын өзім. Өзіңіз сыбайлас жемқорлық жағдайларына тап болдыңыз ба? Сондай кездестірдіңіз ба өзіңіз? Немесе өзіңіз пара беріп көрдіңіз ба? Өзім жеке басым кезіктіріп көрген жоқпын, бірақ әлеуметтік желіден, жаңалықтардан көріп отырам. Қазіргі уақытта өзіміздің мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы сыбайлас жемқорлықпен күресу үстінде. Соны естиміз жаңалықтардан, бірақ өз басым пара беріп или пара алып көрмедім. Жақсы, рахмет. Сенің сыбайлас жемқорлыққа ойың қандай? Сыбайлас жемқорлық деген бір мемлекеттік қызметте істейтін адамның өз мүддесін, қызметін пайдалана отыра, өз мүддесіне керекті нәрсені ақшалай шешіп алуы, және бұл Қазақстандағы әлеуметтік теңсіздікке алып келеді, және бұл әділетсіздік болады бұл жерде. Дұрыс емес деп ойлаймын. Рахмет. Ал сен өзің осы сыбайлас жемқорлықпен байланысып көрдің бе? Өзің пара беріп көрдің бе? Өзінде менің көргенім бойынша бізді ағам айдап келе жатқан көлікті жолдағы полиция қызметкерлері тоқтатты. Сол кезде бізге ары қарай тез кету керек болғандықтан ағам пара ұсынып, солай бізді жібере салды. Екінші жағдай, өз басымда болған жағдай, аудандық ауруханаға барған кезде мен ол жақта тіркеуде емес екенін алмаған, тез арада рентгеннің қағазы керек болды. Сол үшін сол жақтағы дәрігерлерге беру, соның ақшасын беру арқылы мен өзімнің мәселемді тездетіп шештім. Жақсы. Ал сен мысалы сыбайлас жемқорлық тоқтатқың келеді ме? Әрине, бұл елдің біріншіден экономикасының дамуына кедергі келтіреді, және адамдардың өз қызметін асыра пайдалану арқылы бұл теңсіздікке алып келіп соғады. Потому что қызмет жұмысқа кірсең де беруің керек, қазір емделсең де ақша беріп емделесің, жұмыстық қызметті көтеру үшін де парамен көтеріледі. Оның бәрі ол біреудің мүддесіне шешілетінді былай қарап тұрсаң, негізі мәселелерді тездетіп шешу жолдары ғой, бірақ өте дұрыс емес деп ойлаймын. Ал сен қандай іс-әрекетпен тоқтататын едің? Мысалы, сен заңды шеше алатын болсаң, заңға жақын адам болатын болсаң, мысалы депутат, министр, сен қандай заң қабылдайтын едің егерде осындай? Біріншіден ашықтық деп ойлаймын. Себебі біздің мемлекетте жоғары қызметкерлердің іс-әрекеттерін, қылмыстарын ашық түрде көп жариялай бермейді, ақпарат бұқаралық құралдардан көрсете бермейді. Осы кезде бүкіл жерде олардың түрін, бәрін, олар туралы ақпаратты ашық түрде жариялап, қанша алғанын, қанша бергенін, кімге істегенін бәрін көрсетілсе, халық оны біліп отырса, және оған дейінгі ақпараттардың бәрін мемлекет ашық түрде жариялап отыратын болса, осы бір нәрсе халықтың сенімін тудыратын еді. Үкіметке деген, яғни әділет барына сенім тудыратын еді осы нәрсе. Жақсы, рахмет. Ал егер де осындай жағдаймен кездесіп жатасың, мысалы сен де кездесін, ал өз басыңнан сөйтіп кездесіп жатқан кезде қандай құқықтық орындарға хабарласу керектігін білесің бе? Қандай орындар бар? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бар біздің Қазақстанда. Қателеспесем 2012 ма содан бастап жұмыс істейді. 14-24 номері. Бірақ енді ойлаймын, ондай нәрсе хабарласатындай жағдай туындамайды. Бұйыртса деп. Рахмет. Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ.